Джон и Анна Дарвин екеуі бір-бірін бұрыннан танитын еді. 1973 жылы екеуі үйленуге бел буды. Олар жақсы отбасылардың қатарында болды. Олардың 2 баласы болды. 2 ұл балалар Марк және Энтони атты. Джон Дарвин 18 жыл бойы мектепте математика пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарды. Ал Анна болса бала босанғаннан кейін балаларға қарады, уақыт өте хатшы болып жұмысқа тұрды. Бұлардың жанұясын өзгерткен оқиға 2002 жылы болған еді. Ол кезде Джон мен Анна Дарвиннің жастары 50-ден асқан еді. Олар Сетан Крю деген жерде тұрып жатқан еді. Ол Англияның солтүстік шығысында орналасқан аймақ еді. Олардың 13 ғимараты бар еді. Ол ғимараттар судың жағасына жақын болатын. Олар ол ғимараттарды жалға беретін, сонымен жақсы ақша табатын. Ал олардың 2 баласы өскен соң жеке тұрды.